Шок контент. Жүрегі слабыйлар көрмей-ақ қойыңдар, сразу айтамын. Черный точка тазалайтын боламын. Осы корейский средстваны тексеру үшін біраз уақыт әдейі тазаламай жүрдім. Ең алдымен бетімді пенкамен тазалап жуып алдым. Черный точкаларым ужас болып жатыр. Менде расширенный поры, тазаламасаң осындай болып кетеді. Тазалайтын средствамызды осындай мақтасына құйып, проблемный зоналарымызға жабыстырып қойып 15 минут күтеміз. Ол себумды жібітеді, тазалағанға оңай болады. Ал мынау темір $1 тұрады, осындай тазалауға арналған. Кәдімгідей жұмсарып қалыпты, черный точкаларым оңай шығып жатыр. Басында ескерттім, жүрегі слабыйлар көрмесін деп. Мұрын онша ауырмайды, бірақ подбородоктағы жаман ауырады екен. Соңында осынша май шықты. Бетімізді шұқылап травмировать еткеннен кейін обязательно успокаивать ету керек. Мен холодильникте тұрған алоэ вера гельді жақтым. Алоэ вера өте арзан болғанымен теріге әсері күшті. Артынша холодильникте тұрған салқын масканы қойдым. Сосын бетімізді шұқылаған күні кислоты, ретинол, микроиглы сияқты ауыр ештеңке жақпаймыз. Гиалурон, центелла, бакучиол сияқты успокаивающий заттар жағуға болады. Ал енді результат соңында бетім осындай күшті болып қалды.